1960-70 жылдары Маңғыстау облысының Бозашы түбегіндегі Қызан ауылында өмір сүрген шежіреші Шамыран ақсақалдың айтуы бойынша, Құрманғазы бірде келе жатып адайдың 300 жауынгерін жолықтырады. Сол жерде ол адайлардан қарсы бетінде тұрған 2000-дай түркмен жауынгермен соғысайын деп тұрғанын естіп, бұлар өздерінен бірнеше есе көп жауға қалай шабайын деп тұр, қалай болар екен деп биікке, тауға шығып ұрыстың аңысын аңдиды. 300 сарбаз бір қатарға тұрып аттарының құйрығына қойдың терісін, яғни тулақ байлап, қатар тұрған күйінде қаптаған түркмендерге қарсы шапқан. Сүйретілген 300 тулақтан үлкен шаң көтеріліп, жауға орасан көп қол болып көрінген. Түркмендер сасқанынан бытырай қашқан. Қазақтар артынан қуып жетіп үлгергендерін құлатып қырған. Мұны көрген Құрманғазы адайлардың тапқырлығына, батырлығына таң қалып, көңілінің қошы кеп сол жерде адай күйін шығарған екен. Адай күйін тыңдасаң жауға шапқан ер жүрек адайлардың айқайы мен жылқының шапқан дүбірі естіледі деген екен Шамыран қария.